Қоршаған ортамен танысу қазақ халқының қолөнері. Сәлеметсіздер ме, балалар? Суретке зер салайық. Не көріп тұрмыз, балалар? Дұрыс. Ертеде ата-бабамыз киіз үйде тұрған 4 түлік мал бағып, баратын жеріне жылқымен, түйемен барған екен. Балалар, бұл жерде оюлар бейнеленген. Қанатты ою және қошқар мүйіз оюы. Енді балалар, сіздерге сұрақ. Сіздер бұндай ою өрнектерді қай жерлерден көріп жүрсіздер? Есімізге түсірейікші. Ою өрнек қолөнердің барлық түріне бірдей ортақ әшекейлеудің негізі болып саналады екен. Қазақ халқының қолөнеріне зергерлік бұйымдар, ұлттық киімдер, ағаштан жасалған бұйымдар, жүннен жасалған бұйымдар, көлік тұрмандары, шаруашылық бұйымдары, металдан жасалған бұйымдар құралдары жатады екен. Ендеше зергерлік бұйымдарға алқа, сақина, сырға жатады екен. Бұларға қазақ халқының ою өрнегі салынған екен. Ал бұл ағаштан жасалған ыдыстар. Бұл жерде де оюларды көріп тұрмыз. Металдан жасалған бұйымдарға құман, табақ, ыдыс аяқтар жатады екен. Ал жүннен жасалған бұйымдарға оюлы көрпелер, сырмақ, текемет, киіз үйдің құралдары жатады екен. Көлік тұрмандарына ат әбзелдері, ер тұрман, қамшы жатады екен. Шаруашылық бұйымдарына саба, мес, түрлі ыдыстар жатады екен. Ал бұл жерде қазақ халқының ұлттық киімдерін көріп тұрмыз. Қазақ халқының ұлттық киімдеріне ою-өрнектер салынады екен. Балалар, үйге тапсырма қошқар мүйіз оюын түрлі түсті қағаздан қиып жапсырамыз. Сау болыңыздар, балалар.